сізге шарап туралы өтірік айтқан. Сіз кешке бір бокал қызыл шарап құйып, өзіңізге жақсылық жасап жатырмын деп ойлайсыз. Қан тамырлар кеңейеді, қан жақсы ағады, жүрек маған рахмет айтып жаты деп сенесіз. Бәлкім, мұны сізге ақылды адам айтты. Тіпті дәрігерде болуы мүмкін. Бірақ шындық басқа. Ол қателесті. Бүгін біз ең қауіпті мифтердің бірін талдаймыз. Бұл миф ұрпақтан ұрпаққа беріліп келеді. Миф өте қарапайым естіледі, қызыл шарап қан тамырларға пайдалы. Бұл сөзді дастарханда да айтады, ас үйде де айтады, интернетте де жазады. Оны айтқанда адамдар физика заңын айтып тұрғандай сенімді болады. Бірақ мен оны әр естіген сайын ішім бір түрлі қысылады. Өйткені бұл миф адамды бірден емес жайлап күліп отырып өлтіреді. Бұл миф қайдан шықты? 90-шы жылдары бүкіл әлем бір қызық құбылысты талқылады. Кейбір елдерде адамдар майлы тамақ жейді, күнде шарап ішеді, тіпті темекі шегеді, бірақ жүрек ауруларынан өлім аз болды. Ал дұрыс өмір сүретін елдерде керісінше. Жауап тез табылды, бәріне шарап себеп. Медиа бұл ойды бірден таратып жіберді. Шарап өндірушілер қуанды. Ал адамдар кешкі асқа ем ретінде шарап іше бастады. Бірақ кейін не болды? Бұл зерттеу қайта қаралды. Және бір маңызды қателік табылды. Шарап ішпейтін адамдар тобына бұрын ішіп, кейін ауырғандықтан тастаған адамдар кірген. Яғни олар бастапқыдан ақ денсаулығы нашар болған. Ал оларды салыстырған топ әлі ішіп жүрген, яғни салыстырмалы түрде сау адамдар. Нәтиже бұрмаланды. Бұл мүгедек арбадағы адамды жүгірушімен салыстырып, қараңыз, жүгіру пайдалы екен дегенмен бірдей. Бірақ миф сол күйі қалды. Енді шындықты түсіну үшін ең маңызды нәрсені білу керек. Қан тамыр деген не? Бұл жай ғана түтік емес. Бұл тірі жүйе. Әрбір тамырдың ішінде өте жұқа қабат бар. Ол эндотелий. Бұл қабат бәрін шешеді. Ол қан тамырды жұмсақ әрі серпімдетеді, немесе керісінше тот басқан құбырға айналдырады. Эндотелий ерекше зат бөледі, азот оксиді. Ол тамырды кеңейтеді. Қысымды төмендетеді, тромбтың пайда болуына жол бермейді, бұл сіздің ішкі қорғаушыңыз. Эндотелий сау болса, бәрі жақсы. Ал ол зақымданса, апат басталады. Ал енді алкогольге келейік. Этанол кез келген спирттің негізгі бөлігі. Ол шынымен тамырды кеңейтеді. Сіз жылу сезесіз. Бетіңіз қызарады. Қысым сәл түседі. Сізге бұл пайдалы сияқты көрінеді. Бірақ бұл тұзақ. Өйткені бұл әсер 30-60 минут қана созылады. Ал одан кейін не болады? Келесі 24 сағат бойы ағза қарсы шабуылға өтеді. Адреналин бөлінеді. Тамырлар қайтадан тарылып қана қоймай, бұрынғыдан да қатты тартылады. Қысым көтеріледі. Жүрек жылдам соғады. Бірақ сіз оны байқамайсыз. Өйткені сіз сол кезде ұйықтап жатасыз, немесе екінші бокалды құйып жатырсыз. Ең қауіптісі бұл емес. Ең қауіптісі жасуша деңгейінде не болатыны. Этанол бауырда ацетальдегидке айналады. Бұл улы зат. Ол эндотелий жасушаларын тікелей бұзады. Зақымдалған жерде бірден қабыну басталады. Аққан жасушалары келеді. Холестерин жиналады. Сол жерде алғашқы бляшка пайда болады. Бір бокал, бір зақым. Күн сайын бір бокал, жылына 365 зақым. 10 жылда сіздің қан тамырларыңыз зымпарамен сүртілгендей болады. Сонда неге адамдар әлі де шарапты пайдалы деп ойлайды? Жауап ресвератрол. Бұл зат жүзім қабығында болады. Зертханада ол қабынуды азайтады, қартаюды баяулатады, тамырды қорғайды, бірақ бір мәселе бар. Емдік әсер алу үшін күніне 500 бөтелке шарап ішу керек. Дәл солай. 500 бөтелке. Кей есептеулерде 1000-нан да көп. Яғни шарап арқылы ресвератрол алу шатырдан секіріп қолмен шамын дүймен бірдей. Ресвератрол пайдалы. Бірақ шарап жоқ. Енді бір бокалдан кейін ағзаңызда не болатынын толық көрейік. Бұл жай ғана босаңсу емес. Бұл бүкіл жүйеге соққы. Алдымен бауыр. Бауыр бірінші болып соққалады. Ол этанолды ыдырататын фермент арқылы жұмыс істейді. Бірақ мәселе бар. Бұл процесс шектеулі.
Сағатына шамамен 7-10 грамм таза спирт бұл. 150 мл шарап немесе 30 мл арақ немесе 330 мл сыра осыдан артық ішсеңіз, алкоголь кезекте тұрады. Яғни ағзаңыз уланып жатады. Алкоголь миға өте оңай өтеді. Қорғаныс қабаты бар, бірақ этанол оны еш қиындықсыз кесіп өтеді. Сосын не болады? Мидағы химия өзгереді. ГАМК тыныштандыратын сигнал күшейеді, глутамат ойлау, есте сақтау, әлсірейді, сіз босаңсыдым деп ойлайсыз. Шын мәнінде ми жұмысы тежеліп жатыр. Үлкен зерттеулер не дейді? 36 000 адамға жүргізілген зерттеу көрсеткен, күнделікті 1-2 порция алкогольдің өзі ми көлемінің кішіреюімен байланысты. Және бұл әсер темекіден де жоғары қысымнан да күшті болуы мүмкін. Бұл жай сөз емес. Бұл мұртыда көрінеді. Көп адам ойлайды, аздап ішсе, жүрекке пайдалы жоқ, ұзақ уақыт бойы аздап ішудің өзі қауіпті. Алкогольдік кардиомиопатия деген ауру бар. Бұл кезде жүрек созылады, әлсірейді, қан айдау қабілеті төмендейді, бұл тек маскүнемдерде емес. Күн сайын ішетін адамдарда да болады. 5-10 жыл бойы тұрақты ішу жеткілікті. Және ең жаманы, бұл процесс қайтымсыз. Ұйқы безі. Созылмалы панкреатиттің 50-80% жағдайы алкогольмен байланысты. Бұл өте ауыр ауру. Адам тіпті екі бүктеліп қалады ауырсынудан. Және бұл үшін міндетті түрде ішіп кету керек емес. Аптасына бірнеше рет ішу жеткілікті. Енді шек. Көп адам білмейді, бірақ алкоголь ішек қабырғасын тесікті етеді. Бактериялар мен токсиндер қанға өтеді. Бұл шаршау, мидағы тұман, ашуланшақтық туғызады, және ең бастысы тамырлардағы қабынуды күшейтеді. Енді нақты сусындарға көшейік. Арақ ең таза алкоголь. Қоспалар жоқ. Бірақ бұл плюс емес. Бұл тікелей соққы. Антиоксидант жоқ. Қорғау жоқ. Тек этанол. Сыра, көп адам оны жеңіл деп ойлайды. Бірақ сырада фитоэстрогендер бар. Бұл тестостеронды азайтады, эстрогенді көбейтеді, нәтиже. Іш майы. Бұл жай май емес. Бұл гормон бөлетін қауіпті тін. Ол қабынуды күшейтеді, тамырларды бұзады. Ал көлем ше? Жарты литр 25 грамм спирт, 1 литр, 50 грамм 2 литр, 100 грамм, және бәрі жеңіл сусын деп есептеледі. Коньяк пен виски ия, ішінде антиоксиданттар бар. Бірақ өте аз. Ал токсиндер көп. Қосымша заттар, метанол, ацетон, басқа қосылыстар, сондықтан пахмеле ауыр болады. Қызыл шарап, полифенолдар бар. Бірақ өте аз мөлшерде. Ал калория көп. Бір бокал тең 130 кал, 2 бокал фастфуд сияқты. Ал енді ең қызығы. Қан тамырларға нақты әсері дәлелденген сусын бар. Бұл анар шырыны. Алкоголь емес. Зерттеуде атеросклерозы бар адамдарға күніне 250 мл анар шырыны берілді. Бір жылдан кейін тамыр қабырғасы 35% жақсарды, бақылау тобында керісінше нашарлады. Неге? Анарда пуникалогендер бар. Олар жаман холестериннің тотығуын тоқтатады, азот оксидін көбейтеді, тамырды кеңейтеді, қысымды төмендетеді, және ең маңыздысы, ешқандай алкоголь жоқ. Анар шырыны жақсы құрал. Бірақ ол жалғыз емес. Қан тамырды қорғайтын нақты 4 нәрсе бар. Және оларды бүгіннен бастауға болады. Біріншіден, омега-3 тағамнан капсула емес. Нағыз тағам. Майлы балық, скумбрия, сардина, майшабақ, олардың құрамындағы май қышқылдары эндотелийді күшейтеді, қабынуды азайтады, аптасына 3 рет жеткілікті. Екіншіден, қызылша шырыны қарапайым, арзан, бірақ өте тиімді. Құрамында нитраттар бар. Олар ағзада азот оксидіне айналады. 200 мл қызылша шырыны сымды 4-5 мм түсіреді, кішкентай сан сияқты көрінеді. Бірақ 2 мм төмендеу инсульт қаупі 10%-ға азаяды. Үшіншіден, қозғалыс спорт емес. Қарапайым жүру. Күніне 30 минут жүру эндотелийді белсендіреді, қан айналымды жақсартады, қан тамырға үйкеліс береді. Бұл ең күшті табиғи стимул. Қозғалыс жоқ болса, тамыр жүйесі баяу өшеді. Төртіншіден, ұйқы 7-8 сағат.
Терең ұйқы кезінде ысым 10-20%-ға төмендейді, тамырлар қалпына келеді. Бұл табиғи жөндеу уақыты. Ал 6 сағаттан аз ұйқы тамырды қартайтады, серпімділікті төмендетеді. Бірнеше жылда айырмашылық 10-15 жыл. Ең жиі қойылатын сұрақ: аздап ішсем бола ма? Жауап қысқа: қауіпсіз доза жоқ. Үлкен зерттеу: 600 мың адам кез келген алкоголь мөлшері қатерлі ісік қаупін арттырады. 7 түрлі қатерлі ісік: ауыз қуысы, жұтқыншақ, өңеш, бауыр, ішек, сүт безі және тәуелділік, сызықтық. Көп ішсең қауіп көп. Минималды қауіпсіз шек жоқ. Мен түсінемін. Көп адам толық тастамайды. Сондықтан зиянын азайтудың 5 ережесі: біріншіден, аш қарынға ішпеңіз. Тамақ сіңуді баяулатады, қандағы концентрацияны 30%-ға азайтады. Екіншіден, су ішіңіз. Әр партияға 1 стакан су. Алкоголь сусыздандырады, эндотелийді әлсіретеді. Үшіншіден, аптасына кемі 2 күн мүлде ішпеңіз, бауырға 48 сағат керек қалпына келу үшін. Төртіншіден, қантпен араластырмаңыз. Коктейльдер, ликерлер, тәттілермен бірге 2 есе зиян. Қант, гликация, алкоголь тотығу бірге күшті зақым. Бесіншіден, кешке емес, күндіз ішіңіз. Түнгі алкоголь ұйқыны бұзады, қалпына келуді тоқтатады. Енді толық картинаны көрдіңіз. Алкоголь қан тамырды тазаламайды, қорғамайды, пайдалы емес. Бұл эндотелий үшін шарапқа жазылған пайда жүзінде бар, анарда бар, көкөністерде бар, бірақ алкогольде емес. Сізге айтылған сөз: бір бокал пайдалы, бұл ғылым емес. Бұл ыңғайлы өтірік. Сіздің қан тамырларыңызға алкоголь керек емес. Оларға керек қозғалыс, дұрыс тамақ, ұйқы. 1 стакан анар шарыны сіздің тамырларыңыз үшін барлық шараптан пайдалырақ. Бүгін кешке сіз таңдау жасайсыз. Бұрынғыдай бокал қиясыз ба? Әлде шындықты ескересіз бе? Егер бұл ақпарат сізге пайдалы болса, бөлісіңіз. Бір адам осыны көріп, өз әдетін өзгертсе мүмкін, оның өмірі ұзарады.